Ал енді реактивті қозғалысты өтпес бұрын біз үй тапсырмасына қайталап алайық. Ана үйде берген бізден алдында біз дене импульсі, күш импульсін сақтау заңын өткенбіз. Сендерге бірінші сұрақ, дене импульсі дегеніміз не? Қалай айтады? Дененің массасы мен жылдамдығын көбейтіндісін тең шаманы дене импульсі дейміз. Жақсы. Келесі сұраққа кім жауап береді? Күш импульсіні? Күштің уақытқа көбейтілісіне тең болатын реакцияны күш импульсі деп атайды. Дұрыс, жақсы. Үшінші сұрақ, тұйық жүйе деп қандай жүйені айтамыз? Тұйық жүйе деп сыртқы күштер әсер етпейтін белгілер жүйесін айтамыз. Жақсы. Төртінші сұраққа кім жауап береді? Импульсін сақтау заңы. Импульсін сақтау заңы ол P1 плюс P2 тең P3 плюс P2 Жақсы. Қысқаша ғана тоқталып кеттік. Енді келесі ары қарай. Енді мынау реактивті қозғалыс дегенді. Реактивті қозғалыс туралы өздерің жақсы білесіңдер ғой, таныс па бұл реактивті қозғалыс? Бұл қандай ғылым? Ғарыш әлемін зерттейтін ғылым, иә? Жақсы. Олай болса, кішкене ғана біз кішкене мағлұмат қарап алайық. Олай қозғап алайық, иә? Мен сендерге видео қойып беремін. Адамдар сан ғасырлар бойы аспанға қарап отырып, оған жетуді армандады. Алайда қазіргі күні адам баласының ғарыш кеңістігіне шығу туралы арманы аса кемеңгерлікпен, аса ыждағатты есептің, өте күрделі техниканың және асқан ерліктің арқасында жүзеге асты. Бұл арманымызға қол жеткізуге ең алғаш қадам жасаған белгілі ғалым Константин Эдуардович Циолковский. Циолковскийдің идеяларымен жазған еңбектерінің нәтижесін көріп, 1957 жылы ғана алғаш жер серігін ұшыруда сәтті қолданылды. Міне біз бүгін ғарышқа шығуға мүмкіндік берген реактивті қозғалыс туралы білетін боламыз. Сіздер білесіздер ме, ең алғаш ғарышқа біздің еліміздегі Байқоңыр ғарыш айлағынан алғаш жер серігі 1957 жылы ұшырылған болатын. Біз кез келген кедергіден, мысалы пакетті ашамасақ, күшті көбірек жұмсап, оны тесіп алатынымызды білеміз. Сол секілді атмосфера қабаты да тығыздығы әртүрлі бірнеше қабаттары бар. Осы қабаттардың барлығын жарып шығу үшін қандай орасан зор жылдамдықпен атқылап шығу керек екен, ойлап қараңыздаршы. Міне осындай үлкен жылдамдықпен атқылай отырып, ғарыш кеңістігіне шығу үшін реактивті қозғалыс принципі қолданылды. Егер де пробиркаға су құйып, аузын тығындап қойып, оны штативке 45 градус болатындай етіп, екі жерден жіппен байлап қойып, судың астынан шаңмен қыздырсақ, ол кезде не болар еді деп ойлайсыздар? Әлбетте, су қайнап, пробирка іші буланып, қысымның артуынан тығын ұшып кетеді де, оған қарама-қарсы бағытта пробирканың тербелгенін байқаймыз. Ал егер де осы тығынға саңылау жасап, оған түтік өткізіп, тәжірибені қайтадан қайталап көрсекше, бұл жағдайда су буланып, пробирка ішінде қысымның артуынан бұл түтіктер шығады. Сонымен қатар бұл қысым пробирканың қарсы қабырғасына да әсер етіп, оны қарама-қарсы бағытта қозғалысқа келтіреді. Міне осы реактивті қозғалыс принципі. Реактивті қозғалысқа анықтама беретін болсақ, дененің бір бөлігі одан қандай да бір жылдамдықпен бөлініп шығатын болса, бұл қозғалыс түрі реактивті қозғалыс деп аталады. Балалар, реактивті қозғалыс принципі бойынша теңізде тіршілік ететін сегізаяқ, кальмар, теңіз құрты, медуза секілді тіршілік иелері қозғалады екен. Бұл тіршілік иелері ракетаның ұшып бара жатқанын түнде көреміз, бұндай пилотты жұлдыздар болса бізге түнде жиі көрінеді. Реактивті қозғалысқа, мысалы ауа шарлары, сегізаяқ, медуза, теңіз құрттары, зымырандар жатады екен. Енді сендер қазір мына жерде Циолковскийдің еңбегі жайлы жаңа не айтты? Ол алғаш ғарыш
ары қарай әлемге ұша алмайтын еді. Міне Циолковский осыны ойлап тапқан еді. Ары қарай қарапайым зымыранның мынау негізгі құрылысы. Яғни денеден қандай да бір күш арқылы жылдамдық алған кезде, мысалы ракетаны ұшу мынау өзі бөліктерден тұрады. Бөліктер. Бірінші бөлігі түскен кезде бірінші қашықтық жылдамдықты алады, соның алған жылдамдығымен әуеге шығады. Мысалы қарапайым ғана шарды үрлеп, оны әуеге жіберетін болсақ, шардың ішіндегі жел шығып біткенше шар әуеге көтеріледі. Міне дәл осылай. Бірінші ғарыштық, екінші баг арқылы, екінші ғарыштық, үшіншісі сөйтіп кете береді екен бұл ғарыштықты. Сонда реактивті қозғалыс деген неге? Дененің бір бөлігі одан дененің бір бөлігі одан қандай да бір жылдамдықпен бөлініп шыққан кездегі қозғалыс реактивті қозғалыс жазып алыңдар. Бірінші ма я? Иә, енді біздің келесі тақырып ойлан, жұптас, талқыла. Оған мен сендерге мынандай тіржайғыш әдісін қолданып отырмын. Мына жөнінде, мына суреттерді сендерге таныс па бұл суреттер? Олай болса, кім бастайды? Біздің алғаш ғарышкеріміз кім? Юрий Гагарин. Кім келеді? Юрий Гагарин. Келеді. Алып өзің қолыңа ұстап тұрып, қорғап шық. Қолың алда суретін бізге сурет жасап қой. Сәлем алып бұл. Юрий Гагарин 1934 жылы 9 наурызда КСРО кезінде дүниеге келген. Юрий Гагарин ол вақтыда баянда өмір сүріп жатқан отбасында дүниеге келеді. Оның әкесі құрылыс заттарымен айналысады, яғни ол қолөнермен айналысады, және анасы фирмада істейді. Юрий Гагарин 6 жасында мектепке барады, 1941 жылы, яғни соғыс жылдан бірінші сынып тәмамдайды, және де 1961 жылы Юрий Гагарин ғарыш кемесіне өз келісімен отырады, және де Юрий Гагарин отырған ғарыш кемесі жаңағы нақты қонатын жерге 100 метр қалған кезде оның тежегіші іштен шыққанын осы жер бетіне хабарлайды, және де Юрий Гагарин мінген ғарыш кемесі ол жерге қонбай жерге қайтадан оралып, аман есен оралады. Енді алғаш жасап отыр ғой, Юрий Гагарин туралы айналып келгенсіз. Алғаш ұшырар кезде дейді, 2-ақ минутқа өте донна пеш сияқты ыстық температурадағы бөлмеге қамап қояды, кішкентай ғана бөлме. Сөйтіп бір стакан су қойған кезде, су бізде қанша градуста қайнап жүреді? 100 градуста қайнап кетеді, стакан сынып кетеді. Ал соған шыдап шыққан кезде ол кісі өзінің ешқандай басы айналмай, айналдыра ма әрбір? Айналдырмайды. Сендер ертең ғарышкер болатын болсаңдар, нелер бар, келіншектер болады, соларға мініп көрсеңдер болады. Егер одан түскен кезде жүректерің айналмайтын болса, өздеріңді жақсы сезінетін болсаңдар, онда сендерде үміттерің бар дегенсіз. Ал енді біздің қазақтың ғарышкерлері туралы сендер білгендер дедім, иә? Біздер ең бірінші қалма кісіден. Бірінші мақсым қай кім? Тоқтар? Тоқтар, қазақтың ең алғашқы ғарышкер. Ал кім айтады, кемдер ал? Оны тез-тез. Тоқтар Оңғарбайұлы Абубәкіров. Қысқаша ғана айтайық, иә? 27 шілдеде 1946 жылы Қарағанды облысында дүниеге келген. Қазақтың тұңғыш ғарышкері. Қандай атақтары? Ленин, Қазан төбесі бар. 1962-65 жылдары Теміртау қаласында құйма механика зауытында токарь болды. Тоқтар Абубәкіровтың бала кезден арманы ғарышкер ұшқыш болу, иә? Ол өзі қамырменен ағаштардан самолет жасап, соны клей жоқ қой, қамырменен
бармайды, сәл ғана бір 100 метр, 50 метрге барғаннан кейін қирап қалатын еді дейді. 100 метр. Бұл КСРО-да еңбегі сіңірген біздің сынақшы ұшқышымыз, қазақтың атын шығарған ең бірінші ғарышкеріміз. Келесі Айнайымбет. Айнайымбет болсын, алатын суға болсын. Тез сұрап Айнын Айымбетов ол 27-ші шілдеде 1978 жылы қаласы Өтенай ауылында дүниеге келген. Қазақтың ғарышкері, халық қаһарманы. Ол мектепті алтын белгімен бітірген озат оқушы болған. Ол марапаттары ол халық қаһарманы атағын алған. Алтын жұлдыз, айрықша ерекшелік белгісі, отан орденімен марапатталған ғарышкер. жақсы. Талғат Бисабаев ол қазақтың екінші ғарышкері, алайда бір жылда осынша ғарышкері, техника ғылымдарының докторы, авиация генерал-лейтенанты және Қазақстан Республикасының инвестициялар және даму министрлігінің аэроғарышкері комитеті төрағасы болып саналады. Ол әскери атағы генерал-лейтенанты атанған және де генерал-майоры болған. Жақсы, тамаша. Отырабай. Бұны ғарыш жаңалықтары. Да, дос келді оқып жүр. Марста бар. ақш-тың НАСА ұлттық ғарыш агенттігі Марсқа қондырып аппарат су іздері бар Марс бетіндегі бедерін суретке түсіріп, соның нәтижесінде ғалымдар Марста бұрын тіршілік көзі су болған деген тұжырымды жасап отыр. Жаңағы НАСА деген ұлттық ғарыш агенттігін қондырды, сөйтіп су бар екенін зерттеді. Сонымен бірге ғарышкерлер өзімен бірге шөпті алып келді. Ол шөп, бірақ біздің өмірімізде біздің тіршілікке жерге сіңе алмайды. Міне, қазір мынау не? Спутник Қазақстан спутниктері. Осы арқылы біз қазір дүние жүзінде жаңалықтарды біліп отырамыз, телевизияларымызды көреміз, ауа райын болжап отырамыз, иә? Енді қорытындылай, еліміздің, жаңағы елбасымыздың айтуы бойынша тәуелсіздік әрбір жылының біз үшін мәні бөлек, иә? Маңызы айрықша, демекші біз үшін де ғарыш саласын құруда бүгінгі күнге дейінгі жеткен жетістіктеріміздің маңызы зор. Бастауы бар бұлақ, ұзақ ағады дегендей, еліміз ғарыштық нарықта көшбасшы болу үшін бізде бар күш-жігерімізді аямауымыз керек. Енді қазір сендерге мен мынандай тапсырма беремін. Сабағымыз аяқталады, бірақ қазір сендер үй тапсырмасын алыңдар. Үйде ғарышкер туралы 5 сөзді өлең сөз жазып келесіңдер. Яғни сөйлесіңіз, білеміз ғой, иә? Қазір маған SMS жазып беріңдер маған. Әрқайсы маған SMS-ке бүгінгі сабақта не түсіндіңдер, не қойдыңдар, сол туралы. Бүгінгі сабақта не оқытыңдар, ұнады ма, жоқ, ұнамады ма, сол жайында маған SMS жазып бересіздер өздеріңіздеріне. Тағы не білулерің керек сол жайында.